Сәлем достар, бүгін сіздерге алмалы бәліш шарлотканың рецептісін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен 5 жұмыртқаны ыдысымызға жарып салып аламыз. Кейін оның үстіне қант сеуіп, миксермен жақсылап шайқаймыз. Бізде аппақ масса шығуы тиіс. Кейін шайқалған массамыздың үстіне ерітілген сары майды құйып, ары қарай шайқаймыз. Дайын болған массамызға ұнымыздың жартысын сеуіп, лопатканың көмегімен араластырамыз. Қамыр қопсытқышпен қалған ұнымызды массамызға салып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін оған туралған алмамызды салып, барлығын біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Дайын қамырды формаға құйып, қызып тұрған пешке жібереміз. Пештен шыққан бәлішіміз осындай әп-әдемі болып піседі. Оның бетін әсемдеу үшін мен сахарная пудраны қолдандым. Барлықтарыңызға тура осы рецепт бойынша жасауды кеңес етемін. Өте дәмді. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.